Осынау жарық дүниеде уақыттан жасы үлкен ешкімде ештеңеде жоқ. Сол ұлы уақыттың таразысынан түспеген жалғыз ақиқат бар. Ол қандай мемлекеттің болсын діңгегі халқы екендігі. Ал халық атаулының ең қастерлі қазынасы бірлік. Ендеше бүгінгі ынтымағы жарасқан Қазақстан мен Өзбекстанда ежелгі көрші екі елдің татулық тамыры да тым тереңде. Соның бір парасы 1992 жылдың алтын күзінде екі мемлекеттің президенттері қол қойған қазақ-өзбек халықтарының достығы жайлы декларация. Бұл құжат 16-18 ғасырларда қазақ хандығының астанасы болған Түркістан қабырғасындағы қаншама маңызды оқиғаларға қосылып, мезгілдің мәңгілік дүниесіне көшірілді. Ağır günlerde dostluk, biraderlik, hamkarlik sınavdan o'tadi. Shuning uchun mana do'stim Nursulton, bizlar bir-birimizga o'xshaymizmi, yo'qmi? O'xshaymiz. Bizning tariximiz, kelajagimiz bir, dinimiz, tilimiz bir, jonimiz bir, qonimiz bir, bozorimiz, mozorimiz bir. Я хотел бы еще большим уважением сказать сегодня о том, что сделал мой друг Нурсултан Назарбаев, когда он принял решение о переносе столицы. Для того, чтобы принять такое решение, есть у нас у узбеков выражение «отны калласыда юрак керек». Дүние сарай, адам керуен, өмірге келеді де аз-кем аялдап жүріп кетеді екен. Мәңгілік ештеңе жоқ. Артымызда қалатыны игі істеріміздің нәтижесі ғана. Ислам Каримов өмірден озғанда Нұрсұлтан Назарбаев арнайы барып, екеуін ұзақ жылдар бойы берік достық пен шынайы түсіністік, өзара тілеулестік ниеттері байланыстырып келгенін айтты. Бүкіл қазақ халқына қиналған жүрегін жеткізу үшін мен бүгін осы жерге келіп тұрмын. Өзбекстанды бүкіл дүниеге паш етті. Орны толмайтын қайғы әрине. Әсіресе мен үшін жақын досымнан айырылдым. Өзбекстанның тұңғыш президенті Ислам Каримов Самарқандағы Хазрет Қызыр мемориалды кешенінің жанында өз өсиетіне сәйкес жерленген. Өзбекстан тұңғыш президенті Ислам Каримовтың орнына оның ісін жалғастырушы ізбасар шәкірті Шавкат Мирзиёевті бір ауыздан сайлады. Қазақстан мен Өзбекстан арасындағы өзара қарым-қатынастардың шынайы серпілісінен Астана мен Ташкент ынтымақтастығының жаңа көрінісі қалыптаса бастады. Құрметті Шавкат Миромонович, Өзбекстан президенті, біздің елімізге тұңғыш мемлекеттік сапар жасаған үшін шын көңілімнен ризашылығымды білдіремін. Бұл Қазақстан мен Өзбекстан арасындағы стратегиялық серіктестікті дамытып, достық байланысты нығайтуға мүмкіншілік береді. Жақсы дос жарық жұлдыздың демекші, қанмен бекітілген достықты жанынан безген жамандар ғана бұзады дейді екен өзбек халқының даналығы. Ынтымақты сыйлағым келеді сізге. Қабыл алыңыз. Жып-жылы. Ал достыққа бастайтын бірден бір жол пікір бірлігі, мүдде ортақтастығы. Қазақстан мен Өзбекстанның үдемелі дамуына Ташкенттегі қазақтың ұлы ағартушы ақыны Абай ескерткіші мен
2009 жылы Нұрсұлтан Назарбаевтың тапсырмасы бойынша іргетасы қаланған Қазақстан елшілігінің жаңа ғимараты дәлел. Өзбекстан өнерге бай мемлекет. Бүгінгі бүлінбей жеткен орта ғасырлық сәулет өнерінің озық үлгілері ғасырларды бағындырып, баш шайқатып, тамсандырудан танған емес. 1370 жылы Әмір Темір Самарқанды Ұлы Тұранның астанасы етті. Самарқан мен Бұқараға туын тіккен Әмір Темір түбі бір түркі тегі барлас руынан шыққан бауырымыз. Ұлы қолбасшы 1405 жылы 300 мың атты әскермен Қытайды жаулап алу үшін жорыққа аттанып бара жатқанда отырарда көз жұмып, тірісінде өзі салдырған Самарқандағы Гур Эмир, Әмірдің көрі Тимуридтер әулетінің мавзолейінде жерленеді. 1380 жылы Әмір Темір іргетасын қалаған Шахризиябс бүгін ғана бой көтергендей жарқырап тұр. Мен өмірімде көп марапат алдым. Бұл марапат маған аса құрметті, қымбат барлығынан да. Себебі көрші елдің, бір туған елдің құрметіне бөлену ол басқа. Сондықтан мен өте жоғары бағалаймын. Өзбек халқына басымды иіп рахметімді айтамын. Mana shunday buyuk davlat arbobı, mana shunday buyuk Qozog'istonni buyuk prezidentini bugun mana shunday el yurt hurmati ordenini mukofotlanishi bu o'zbek xalqini niyati. Екі ел басшылары әрбір кездесуде бұрын соңды болмаған серпіліске ие жаңа байланыстар орнатуда. Бұл тұрғыда оған үлкен мектептен өткен және күрделі реформаларды жүзеге асырған қазақстандық көшбасшының тәжірибесі қызықты. Шавкат Мирзиёев айтып өткендей, Нұрсұлтан Назарбаевтың ғасырлар тоғысында атты кітабы болашақ басқарушыларды даярлаудағы оқу курстарының негізін қалайтын құрал болады. Даңқты қолбасшы Әмір Темірдің сүйікті немересі, әйгілі астроном, ұлы математик Ұлықбектің обсерваториясы сол кезеңде ғарыш әлемін зерттеудегі дүние жүзіндегі теңдесі жоқ жаңалық саналған. Оны бүгінгі ғылым да мойындап отыр. Ұлықбек жер кіндігінің ауытқуы 23,52 градусқа тең екендігін дәлелдеді. 1118 жұлдызды анықтап, жыл ұзақтығының өлшемін 25 секунд қана айырмашылықпен өлшеген. Ұлықбек жасаған аспан әлемінің картасы 19 ғасырға дейін теңіз навигациясында қолданылып келген. Ендеше жаңа дегеннің ішінде ескіден де ескісі, ал ескі дегеннің ішінде жаңадан да жаңасы болады деген сөз. Өркениет тәжірибесінің жарқын көрінісіне жататын осы жауһарлардың барлығын Өзбекстан мемлекеті көздің қарашығындай қорғап, қамқорлыққа алған. Қазақ халқының рухани көсемі Төле бабамыз көне түркі байтағы болған Шаш шаһарының қақ ортасында өзінің рухани ұстазы Шейх Хаванд Тахурдың мавзолейінің жанына жерленген. Төле бабамыз бірлікке, бірдәмлікке, ikki xalqni mana shunday qo'shishga katta harakat qilganlar va ulug' Shayxon Tavur bobomizlarimiz mana bugun xush kelibsiz deb aytaman Nursulton Abishevich. Екі әулие бұл жерде жатыр. Біздің халықтарымыз бұрыннан ата бабамыз осы әруақты құрметтеген халықпыз. Ынтымақ іздеген құтқа жолығады, пәле іздеген жұтқа жолығады дейді өзбек халқының ұлы ойшылы Әлішер Науайы. Сөз кезегінде осы дана ақынның тағы бір жалғыз қолмен қуанып шапалақ соғалмайсың деген қанатты қағидасын айтып, біздің өзара жылы шырайлы араласымыз бен достық қарым-қатынасымыздың айнасы деп толықтырады Қазақстан мемлекетінің басшысы
Нұрсұлтан Назарбаев. Ынтымақты елдің ырысы болған Нұрата Өзбекстанның Науаи облысының аймағында жатыр. 3,5 мың жылдық тарихы бар бұл шаһар өзбек халқының аса қасиетті мекені. Адамның өмірі өзгенікі, өлімі ғана өзінікі деген Әйтеке баба осы жерде мәңгілік тыныс тапты. 2008 жылдың соңында Қазақстан Республикасы президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың тікелей тапсырысымен Әйтеке би мен Сейітқұл бабамыздың басына қазақтың атымтай жомарт 7 ұлы көк күмбездік кесене көтерді. Сонау 334 жылы Азия жорығын бастаған Ескендерге көне Мараканды, яғни қазіргі Самарқан қақпасын айқара ашып қарсы алған. Ол өз ақылшысы Аристотельден ылғи естіп жүрген. Шығыс халықтары барып тұрған варвар деген тұжырымына қарсы, азиялықтардың батырлығына қоса терең мәдениеті мен мәрттігіне тәнтімін. Оларға еліктеуден еш ұялмас едім деген сөз қалдырған. Қазақстан мен Өзбекстан сияқты бауырлас екі елдің ортақ дүние танымы, ортақ көзқарасы, ортақ мәдениеті, ортақ діні мен ортақ салт дәстүрі бар. Ал тіл мен дәстүр қашанда бауырлас халықтардың өзара жақындасуына негіз болған мәдениетінің нағыз жауһарларын көрсетеді. Осыған орай Қазақстан мемлекетінің басшысы Өзбекстан президентін бірінші дәрежелі достық орденімен марапаттады. Я сегодня самый счастливый человек. Бүгін мен ең бақытты адаммын. Себебі осындай үлкен марапатты Нұрсұлтан Назарбаевтың қолынан алып отырмын. Бұл мен үшін үлкен абырой әрі шексіз бақыт. Бұл орден екі елдің ордені. Бұл орден үлкен достықтың көрінісі, деді Мирзиёев ризашылықпен. Hurmatli Nursulton Abisovich, yana bir marta O'zbek zaminiga xush kelibsiz. Bugun men mana shu avvalambor siz orqali butun qardosh qozoq xalqiga o'z ehtiromim va hurmatimni bildirmoqchiman. Екі елдің арасы жақын болуына көп шаруа жасап жатырсыз. Біз ешқайда кетпейміз, көршіміз. Құдайдың бізді осы жерге қондырды. Екі елді көрші қылып ешқайда кетпейміз. Бабаларымыз да бірге болды, біз де біргеміз. Балаларымыз да бірге болады. Сондықтан екі елдің арасындағы достығы, туысқандығы, бір болуы. Себебі ұлы қолбасшы 1656 жылы дүние салған соң Самарқан әміршілігінің де жұлдызы сөнді. Әрине, өзбек тарихшылары бұл даналардың түбі қазаққа тірелетінін біледі.
олардың Самарқанды шапқыншылықтан сақтап қана қоймай, көз жауыналардай жауһарлар тұрғызып, соңына мәңгі мұра қалдырғанын іштей мойындайтыны хақ. Себебі өзбек халқының атақты арабтанушы тарихшысы Камилхан Қаттаевтың тарихта аты мәшһүр үш әмірші Әмір Темір, Толықбек және Жалаңтөс Баһадурдың тұрғызған ғимараттары Самарқанның даңқын әлемге асырды деп жазуы да тегін емес. Қол жеткен уағдаластықтарды жүзеге асыруға екі елдің үкіметтері жедел кірісіп кетті. Сауда үйлері ашылды. Көлік, энергетика, ғарыш, туризм өзара іс-қимыл жанданып келеді. Қазақстан мен Өзбекстан арасындағы стратегиялық серіктестікті дамытып, достық байланысты нығайтуға мүмкіншілік береді. Соңғы уақыттағы қос мемлекеттің саяси еркіндігі мен екі жақты нық қадамы берік достықтың мызғымас мұнарасындай болып қалануда. Бұл орталық Азия өңірінде тарихы мен мәдениеті, дәстүрі мен дүние танымы ортақ бауырлас елдердің бас қосуы мемлекеттердің ынтымағын жарастырып, байланысын нығайтуда маңызы зор. Қазақстан президенті ішкі өңірлік мәселелерді шешу үшін тұрақты консультативтік жұмыс кездесулерін өткізу бастамасы Өзбекстан президенті Мирзиёевтің ұсынысымен іске асып отырғанын атап өтті. Кездесуде мәдени-гуманитарлық байланыстарды жандандыру мәселесі сөз болып, Қазақстан жағы Орта Азия елдерінің студенттерін Қазақстанда оқуға қабылдауға дайын екенін де жеткізді. 2018 жылы Қазақстанда Өзбекстан жылы өтуге, ал 2019 жылы Өзбекстанда Қазақстан жылын өткізу туралы шешім екі ел арасындағы сенім мен серіктестік қарым-қатынастарының теңдессіз жоғары деңгейін айқындады. Өзбек өз ағамыз, мерекесі де берекесі де бір, бұл екі елдің қашанда қуаныш қайғысы ортақ болған. Тыныштық пен тоқшылықты нәсіп еткен екі елдің іргесі ешқашан сөгілмейді. O'zbekiston kunlari Qozog'istonda o'tkazayotgani bu sizda eng katta, bizga o'zbek xalqi bilan qozoq xalqining ikki katta do'sti birligini, do'stligini, abadiyligini yana bitta namoyish etyapsiz. Өмірде жазылмаған заңдар болады. Соның қатарында достық пен бауырластыққа, қарыз бен парызға құрылған дала заңынан артық заң жоқ шығар. Сондықтан соңына ұлан байтақ жер мен тозбайтын салт дәстүр қалдырып, өркениетімізге өлшеусіз үлес қосып кеткен бабалар салтын біз бүгінгі ұрпақ санасына ұялатуымыз керек. Өйткені біздер байырғы бабалардан қалған бірігу саясатын сабақтап, бір бақшада жапырақ жайған мәуелі ағаштай өсіп өнген халықтарымыз. Көне ғасырлардан тамыр тартқан көп түріктің де ата қоныс түп қазығы осы ұлы дала болған. Ендеше Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев жалықпай ұсынып келе жатқан Орта Азия мемлекеттерінің одағын құру идеясы ортақ даламыздың даңқын асыру, ортақ тарихымызды түгендеу, ортақ бабаларымыздың мұрат мақсатына жету жолы.